Болат Әбділманов деген Абайды сомдаған ағамыз бар. Өте сауатты адам. Жылт-жылт етіп көріне бермейді, бірақ өне бойы толған білім, өте сауатты, бір текті жігіт, текті ағамыз. Бір интервьюсінің үзіндісін көріп қалдым. Өнер адамы бастық бола алмайды деді. Өйткені өнер адамы киносына ойнап, киносында, спектаклінде ойнап, желіде ән айтып, тойда ән айтып, би билеп, ол сондайға жаралған адам. Өнер адамы неге бастық бола алмайды? Олар эмоцияға беріледі деді. Мен қатты қуандым, ойбой, менің осы ойымды мына кісі қалай дөп жеткізді деп. Мен сізге біраз нәрсе айтайыншы. Байбек, Бауыржан Байбек біздің қаламызды талай жыл басқарды, біздің сүйікті қаламызды. Музыкант, консерваторияны аяқтаған. Трамвайдың басына су құйды Байбек. Менің кішкентай балалық шағымда түсімде көретін Алматымның бір 100 кереметі болса, соның бір кереметі қайда? Где наши трамваи? Қайда трамвайлар? Жауабы жоқ. Жауабы жоқ. Сіз ойлаңызшы, ол шамамен Қонаев атамыз мэр болғанда анау жолдар салынған. Қанша қаржы кеткен, қанша трамвай, қандай керемет еді. Менің жастық шағымның бір елесі сияқты трамвайды жоқ қылды. Неге өйтті? Егер ол өнер адамы болмаса, музыкант болмаса, бәлкім олай жасамас еді. Болды ғой, Храпунов болды. Жарайды, енді ол кісіні де мақтай алмаймын, бірақ енді трамвайдың көзін құртып кеткен сол Байбек.